Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, қолжетімді ингредиенттерден дайындалатын воздушный поцелуй деп аталатын пирожный дайындайтын боламыз. Егер сізге осы рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдағы шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен сары майға тұз, ванильді қант және қантты қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үш жұмыртқаның сарыуызын қосып, біркелкі масса болмағанша барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде елеуіштен өткізіп қосыңыздар. Қопсытқыш қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды қапшыққа орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Қамырды тоңазытқыштан алғаннан кейін ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөлеміз, және қалыңдығы шамамен 2-3 мм болатын қамырдың бір бөлігін жаямыз. Дөңгелек формамен жайылған қамырға бастырамыз. Осымен бізде пирожныйдың бір бөлігі дайын болады. Енді пирожныйдың меренгасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ақуызы керек болады. Жұмыртқаның ақуызын миксердің кіші жылдамдығынан бастап, әппақ масса болып көпірмегенше араластырамыз. Ванильді қантты және біртіндеп қантты миксердің жылдамдығын қоса отырып араластырамыз. Қантты біртіндеп барлығын қосып болғаннан кейін лимонды шырынды ақуызға қосамыз. Оны лимон қышқылымен алмастыруға болады. Бізде осындай ыдысты төңкергенде ақпайтын қою масса шығу қажет. Дайын болған меренганы кондитерлік қапшыққа саламыз. Мен ашық жұлдыз насадкасын қолданамын. Меренганы жаңағы қамырымызға видеода көрсетілгендей бастырамыз. Пирожныйды 150 градусқа қыздырылған пешке шамамен 18 минутқа қоямыз. Пісетін уақытта сіздің пешіңізге байланысты. Пештің есігін мүлде ашпаңыздар, себебі көтерілген пирожный қайта басылып қалуы мүмкін. Және егер де сізде пирожный жарылатын болса, пештің градусы жоғары болды деген сөз. Пирожныйды қалғандарыңызша әсемдесеңіздер болады. Осы воздушный поцелуй пирожныйсын сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.